Мен Назым Мұратқызы. Мен үй жағдайында ата-аналарға ұсынатын, балалармен ойнайтын ойынымды көрсеткім келеді. Алдымен қолжетімді нәрсе кардон бізге қажетті, фетра және құты қақпағы. Яғни бұнда дейтін біздер мысалы балалар қолдармен жүргізу арқылы, берілген сызықтарды жүргізу арқылы олардың қолдарының моторикасы дамиды. Әр түске қарай өздері сызықты көрсету арқылы сол гүлге жеткізеді. Жағдайындағы ойынның бір түрі, бұл жерде біздерге қажет тақпақ және дәнді дақылдарды алуға болады. Дәнді дақылдарды алып, екі қолына бөледі. Әр түріне қарай бөледі дақылды, дәнді дақылды. Бұл жерде баланың қол моторикасы дамиды. Бұл жерде баланың мысалы нейрожаттығуы арқылы балалар жақсы зейіндер тұрақталып дамиды. Соған бізде мысалы оюды алып отырық, және фетраға жапсырылған әртүрлі ойын, және қолда қандай нәрсе бар, мысалы қақпақ бола ма, моншақ бола ма, асық бола ма, сол арқылы жасауға болады. Бұнда балалардың ойлау қабілеттері жақсы дамиды, түстерді айыра біледі, және де екі қолмен қатар жұмыс істеуге үйренеді бұлар. Үй жағдайында тиек бола ма, бәрінде пайдалануға болады. Екі қолмен қатар жұмыс жасайды. Бұл ойында біздер қолымызға қажетті нәрселер, мысалы бауларды пайдалануға болады, және түтікшелерді, рашкилерді, пластмассы түтікшелерді пайдалануға болады. Сол арқылы балалар сол түтікшелерден өткізу арқылы балалардың қол моторикасы дамиды, зейіні тұрақталады. Әр нәрсеге істеген нәрселерін мұқият жасауға үйренеді. Мысалы, мына жерде де сол бауларды түтікшелерден өткізу арқылы ненің бейнесін шығарғанын олар айтады. Мысалы, мына жерде бесіктің бейнесін бейнелеу арқылы мына түтікшелерден бауды өткізгенде ол бесіктің бейнесі шығады. Мынау асық, бесік, және оюланған кестені көреміз бұл жерде.